Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Мұхамеджан Мадина Асқарқызы. Мен арнайы пәндер мұғалімі боламын. Бүгінгі менің ашық сабағымның тақырыбы теріні күту және ойылудың алдын алу. Бүгінгі сабағымның мақсатына тоқталатын болсам, студенттерімізге тері және ойылудың алдын алу шаралары туралы теориялық білімді бере отырып, практикалық дағдыларды меңгерту. Ендеше психологиялық ахуалымызды құрастырайық. Өзімізге тілегенді өзгеге де тілейміз әдісі бойынша барлығымыз орнымыздан тұрып, шеңбер жасап, бәріміз бүгінгі сабаққа бір-бірімізге ізгі тілектерімізді тілейік. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Күнің қуанышқа толы болсын. Білім жолынан шығатын сөйлесін. Өмірді жарыққа болыңыз. Жаңа күн жаңа мүмкіндіктер әкелсін. Бұл сабақта көп нәрсе үйреніп, жаңа күн жаңа мүмкіндіктер болсын. Жай нәрсе үйренуге ешқашан тартпаңыз. күнің сәтті өтіп болсын. Қасындағы адаммен өте бақыласа болсын. Бүгінгі күн өте активлі болып, еңбегіңіз шығарсын. Еңбегің жемісінде бақытты бол. Шәуілді берекелі Білім мен шабыт жолында сәттілік тілеймін. Сабақта өзіңді Тезі тапсырмасын Boardwall платформасы арқылы өтетін боламыз. Яғни айналмалы барабанымызды айландыра отырып, осының ішіндегі сұрақтарға жауап береміз. Ендеше бірінші сұрағымыз здравпункт дегеніміз не? Кім жауап береді? Жақсы, Ләзат. Здравпункт дегеніміз жоғары немесе орта оқу орындарында көрсетілетін мекеме. Жақсы, ендеше келесі сұрағымыз хоспис дегеніміз не? Кім жауап береді? Ирада. хоспис дегеніміз паллиативті көмекке мұқтаж адамдарды емдейтін мекемені айтамыз. Жақсы, жарайсыз, отыра қойыңыз. Келесі сұрақ госпиталь дегеніміз не? Кім жауап береді? Балнұр. Госпиталь дегеніміз әскери адамдар мен мүгедек адамдарды емдейтін мекеме. Жақсы. Ендеше біз айналмалы барабан әдісін бітсек, алдыңғы сабақта біз сіздермен бірге практикалық кешенді өткен болатынбыз, яғни науқасымыздың көздің, мұрнын, ауыз-қуысын және құлағын тазалау әрекеттері. Яғни соны біз қазір бір қайталап өтейік. Ендеше бірінші біз көз-қуысын тазалаудан бастаймыз. Келіңіз, Ирада, Ең алдымен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 2 желтоқсан күні 22 жылы шыққан 151 приказ бойынша қолымызды жуып аламыз. Ол үшін өзінің тәртібі бар, сол тәртіппен жуып аламыз. 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. Шынтақтаймыз. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Қолымызды жуып алғаннан кейін суды шынтағымызбен өшіріп, қолымызды бір реттік қағаз салфеткамен сүртіп аламыз. Сүртіп алған салфеткаларды арқасына тастаймыз. Енді көзді бірінші тазалап алу үшін сырт жағынан ішке қарай сүртеміз. Сүртіп тастап, екінші көзді де сырттан ішке қарай сүртеміз. Сол әдіспен 2 рет қанылған материалдарды қанмен жанаспағандығы үшін оны аламыз да А класына тастаймыз. Одан кейін қолғабымызды шешіп, процедураны аяқтаймыз. Қолғабымызды да А класына тастаймыз. Ереже бойынша қолымызды жуып алдық, қолғабымызды киіп алдық. Қолғабымызды киіп алғаннан кейін бізге керекті құрал жабдықтарымызды дайындап аламыз. Біз енді туындыны сағат тілінің бағытымен науқастың орнына кіргіземіз. Айналдыра отырып кіргіземіз. Неше минут тұрғаннан кейін туындымызды сағат тілімен кері айналдырып, науқастың мұрнынан шығарамыз. А класына тастаймыз. Және де қолданылған ыдыстарымызды ағын судың астына жуып, стерилизацияға жібереміз. Қолғабымызды да шешіп, қай класқа тастайсыз? А класына тастаймыз. Жақсы, жарайсыз. Осымен біздің практикамыз бітті. Жақсы, орныңызға жайғасыңыз. Біз құлақ қуысын тазалау алгоритмін көрсетеміз. Ендеше кім шығады? Кім дайын?
Мадигүл, келе қойыңыз. Кәсіпорынды бастамас бұрын біз бірінші Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі 2022 жылдың 2 желтоқсандағы бұйрығы бойынша қолымызды жуып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Болғаннан соң суды шынтақпен өшіріп, бірлік құрғақ салфетканы алып, алақаны үстіңгі және астыңғы бөлікке сүртіп, арқасына тастаймыз. Ең қажетті құрал-жабдықтар біз тесттің көмегімен салфеткаларымызды алып, керекті мөлшердегі науқасқа жараспағандықтан орнына қайтып қалуға болады. Және фуратилин ерітіндісі. Фуратилин ерітіндісін алып, құлақтың ішінен сыртқы бөлігіне қарай айналдырып сүртетін боламыз. Және осылай бізге және пипетка және бор қышқылы қажет болады. Себебі құлақтағы құлақты еріту үшін. Бір-екі тамшы алып, құлаққа тағызамыз. Және бізге сүйісті алып, туындымызды алып, құлаққа сағат бағыты бойынша кіргізетін боламыз. Және осыны 1-2 секунд күтеміз. Және болғаннан кейін сағаттармен қарама-қарсы бағытта туындымызды аламыз. Алғаннан кейін дәрігердің нұсқаулығы бойынша дәрінің атын, мөлшерін, таратылу мерзімін бәрін сәйкестендіріп, құлаққа 1-2 тамшы құятын боламыз. Мінекей дәл осы процедураны келесі құлаққа да жасаймыз. Тапсырмасын қорытындылау мақсатында мен сіздерге WhatsApp желілеріңізге тест жіберіп қойдым. Яғни Quizzes платформасы арқылы тест тапсырамыз. Барлығымыз телефонымызды алып, сол ссылка бойынша кірейік. Тапсырмасына жақсы дайындалыпсыздар. Келесі этап бізде сергіту сәті. Активно бастаймыз. Есеміз. Ұрамыз балғамен. Тамаша қайталаймыз. Тартамыз. Күреміз. Жағамыз, өшіреміз. Ұраймыз. Жарайсыздар. Соңғы кезені қалды. Бейіміз. Ұрамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың аты теріні күту және ойылудың алдын алу шаралары деп аталынады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сіздерге тері күтімі және ойылудың алдын алу шаралары туралы теориялық білімді бере отырып, практикалық дағдыларды меңгеше дәптеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз және бүгінгі күніміздің тақырыбы теріні күту және ойылудың алдын алу шаралары. Ендеше жазып алсақ, тақтамызда гамма қосымшасы арқылы жасалынған слайдқа назар аударамыз. Терінің өзіне келетін болса, тері ағзаны сыртқы ортаның зиянды әсерлерінен қорғайтын, сезімтал және тыныс алуға қатысатын ерекше орган болып табылады. Оның саулығы жалпы денсаулығымыздың маңызды көрсеткіші болып табылады. Әсіресе төсек тартып қалған немесе ұзақ уақыт қозғалыссыз жатқан науқастарға
күтім жасауда терінің бүтіндігін сақтау мейіргерлік істің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Ендеше бізде терінің тазалығы өте үлкен рөл ойнайды. Терінің тазалығы дұрыс емес болған жағдайда инфекция жұғу қаупі және терінің тыныс алуына жағдай дұрыс жасалмайды. Соның әсерінен бізде ойлу пайда болады. Ойлудың өзіне тоқталатын болсақ, ойлу тері және тері асты тіндерінің ұзақ уақыт бойы қысымда болуының әсерінен тері қан айналымының бұзылуынан пайда болатын тіндердің зақымдануы. Ендеше ойлудың пайда болу себептеріне келетін болсақ, ол бізде ең бірінші ұзақ уақыт бойы қозғалыссыз жатудан болады. Екіншісі қан айналымының бұзылуынан болады. Теріге ұзақ уақыт бойы қысымның түсуімен және терде өте көп мөлшерде терінің не болмаса зәрдің бөлінуімен болады. Сонымен қатар ойлу кезіндегі қауіп-қатер факторларына тоқталатын болсақ, яғни ең бірінші біздің науқасымызда тамақтанудың бұзылуы болуы мүмкін, яғни ол неден болады? Яғни біздің науқасымызға ақуыздың жетіспеушілігінен болады. Екіншісі сезімталдықтың төмендеуінен болады, яғни біздің науқасымызда паралич сияқты неврологиялық ауытқулар болуы мүмкін. Қазір мейірбикесінің негізін қалаушы Флоренс Найтингель бізге ойлудың 4 дәрежесі туралы айтып береді. Назарларыңыз экранға. Ойлудың пролежен 4 негізгі дәрежесі бар. Бір дәреже тері бүтін, бірақ қызару, эритема алады. Қызару баспайды, ісіну, ауырсыну, қызу болуы мүмкін. 2 дәреже тері зақымданған, эпидермис пен дермабеткейі бүлінген. Көпіршік жара немесе сызат түрінде көрінеді. 3 дәреже тері толығымен зақымданған, жара асты тіндерге тері астымай дейін жеткен. Жара терең, кейде іріңді болуы мүмкін. 4 дәреже жара бұлшықетке, сіңірге, кейде сүйекке дейін жетеді. Некроз, өлі тіндер бар, инфекция қаупі жоғары, алдын алу және ерте кезеңде емдеу өте маңызды. Бізде ойлудың 4 дәрежесі бар. Яғни бірінші дәрежесі, екінші дәрежесі, үшінші және 4-ші дәрежесі. Енді біз бірінші дәрежесіне тоқталатын болсақ, ойлудың белгілері, яғни терінің тұтастығы сақталған, қызару, ісіну, ыстық сезіну және ауырсыну сезімдері болады. Екінші ойлу дәрежесінде терінің тұтастығы бұзылады, эрозия, ұсақ жаралар және сарысулар бөлінеді. Үшінші және 4-ші дәрежесіне келетін болсақ, оның белгілері тері асты қабатына дейін зақымдану болады, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай, сонымен қатар некроз, жағымсыз иіс және іріңдер болуы әбден мүмкін. Ендеше дәрежелер түсінікті болатын болса, біздің мониторингімізге қарай жақындайық. Яғни қазір біз сіздермен ойлу болатын аймақтарды анықтаймыз. Ойлу болатын орындарға тоқталатын болсақ, яғни ол бізде шүйде аймағы, 2 жауырын аймағы, науқасымыздың 2 шынтақ бөлімі, сонымен қоса 8 көз және құйымшақ бөлігі, 2 жамба саралығы, сонымен біз төмен қарай тоқталатын болсақ, 2 өкшесі науқасымыздың. Кеше біз ойлу болатын аймақтарды анықтап алған болсақ, біз бірінші дәрежелі ойлу кезіндегі мейірбикенің күтім шараларын қазір көрсететін боламыз сіздерге. Ендеше жаңа біз сіздермен айтқан боламыз, ойлудың бірінші дәрежесі кезінде бізде тері зақымдалмайды, тек қана қызару болады және ісіну болады тұрғайды. Мысалға бізде жауырын аймағында бірінші дәрежелі ойлу болатын болса, қызару аймағымен үстін басып көрген кезде, қолында алған кезде қызару бізде кетпейді. Қазір мен сіздерге осы бірінші дәрежелі ойлу кезіндегі мейірбикелік тактиканы көрсететін боламын. Яғни осы дәлке салфеткаларымызды жылы сабынды суымызға жібітіп алып, науқасымыздың ойлу болатын аймағы, яғни арқасы деп алып, 2 жауырын, құйымшақ, 8 көз және 2 жамбас аймағы деп. Сол себепті біз осы аймақты сабынды сумен жақсылап сүртіп шығамыз. Кырлатығымызға тастадық. Келесі бөлімге біз антисептикалық құралымызды пайдалану арқылы науқасымыздың ойлу болатын аймақтарына
бетімізді алып, салфеткамызға матырып аламыз, және соны жақсылап жағып шығамыз. Шалфырлы спиртті ерітіндімізбен майлап алдық. Енді келесі кезекте біз науқасымыздың қан айналым жүйесін жақсарту мақсатында шапалақтау әдісі бойынша науқасымызға массаж жасап шығамыз. Келесі кезекте ойылудың алдын алу шараларына келетін болсақ, яғни мейірбике науқастың қалпын әрбір 2 сағат сайын өзгертіп отыру керек. Сонымен қатар біз қысымды төмендететін құралдарды пайдалануымыз қажет. Яғни оған бізге пролежге қарсы, яғни ойылуға қарсы матраздар қолданылады. Соны қолданамыз. Үшіншісі, науқасымыздың тері гигиенасы тұрақты болу керек. Әрдайым науқасымыздың киімдері және ақжаймалары құрғақ әрі таза болу керек. Сонымен қатар біз науқасымыздың тамақтануын бақылауымыз керек. Науқасымызға құрамында витаминге бай, ақуызға, көмірсуға бай тағамдарды беруіміз керек. Жақсы, сабағымызды жалғастырамыз. Жаңа сабағымызды меңгергендеріңізді көру үшін, яғни бортпол платформасы арқылы кездейсоқ карталар әдісімен біз қорытындылаймыз. Яғни қазір мен картаны беремін сіздерге, картаның ішінде бізде сұрақ шығады. Жақсы, жарайсың. Келесі, науқастың терісін қаншалықты жиі тексеру қажет? Тексеріп тұрып, жататын несін өзгеріп тұрып, сымды өзгеріп тұрып. Кейін антисептика сеуіп, арада потом шапалақ жолау арқылы қан айналымын шапалақ арқылы қан айналымын Жақсы, жарайсың. Келесі, науқастың терісін қаншалықты жиі тексеру қажет? Тексеріп тұрып, жататын несін өзгеріп тұрып, сымды өзгеріп тұрып. Өте жақсы, кездейсоқ карталар арқылы сабағымызды меңгеруді бітірсек, енді сабағымыздың соңғы қорытындылау әдісі, яғни бортпол программасы арқылы кроссворд шешеміз. Алғашқы сұрақ. Ендеше бірінші сұрақ, ойылудың пайда болу себебі ұзақ уақыт денеге не түсуден болады? Дұрыс айтасыздар, қысым түсуден болады. Яғни көрейік. Қысым. Жақсы, жарайсыздар. Келесі екінші сұраққа көшейік. Ойылу көбіне қай дене бөлігінде жиі кездеседі? Жамбас көрейік. Жамбас бөлігі. Өте жақсы. Ойылған жерді өңдейтін антисептикалық ерітінді процилин. Жақсы, жарайсыздар. Жақсы, ендеше телефондарыңызды алып, осы QR-кодқа кіресіздер. Және осы бойынша үй тапсырмасын тыңдайсыздар. Жаңа тақырып түсінікті болса, келесі кезекте үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Бірінші тапсырма, үй жағдайында жатқан науқасқа ойылу кезінде тер күтуіне байланысты ұйымдастыру кезеңдерін құру. Жақсы, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болса, рефлексия әдісіне көшейік. Мынау бізде пазер тақтасы арқылы мен сіздердің WhatsApp-тарыңызға ссылка жіберіп қойдым. Сол ссылкаға сіздер бүгін мен не
өздеріңіздің кері байланыстарыңызды беріп өтіңіздер. Бүгінгі сабаққа жаңағы Padlet тақтасы арқылы өздеріңіздің кері жауаптарыңызды берсеңіздер, сіздерден ауызша түрде сұрап өтейін. Бүгінгі сабақта не түсіндіңіз? Сабақта ойлудың түрлерін және де ойлу кезінде науқасқа қалай күтім жасау керектігін нақты біліп үйрендім. Және де бұл сабақ бізге болашақ мейірбикелерге өте қажетті сабақ. Мен бүгінгі сабақта ойлудың этаптарын үйрендім, яғни бірінші кезеңде ол не болатын, екінші кезеңде қандай болатын, және оны емдеу үй жағдайында да жаңағыдай мейірбикелік жағынан қалай емдеу керегін, қанша сағат сайын оны ауыстырып тұру керегін туралы үйрендім. Тақырыбымызды түсінсеңіздер, енді қорытынды бөлім. Яғни біз бүгінгі сабақта тері инфекциялары және ойлудың алдын алу жолдарын қарастырдық. Адам денсаулығының маңызды бір бөлігі тері екенін сіздер жақсы түсіндіңіздер. Егер теріге дұрыс күтім жасалмаса, ол теріде жара, ойлу сияқты қиындықтарға алып келеді. Ойлудың алдын алу үшін ең бастысы тазалықты сақтау, денені құрғақ және таза ұстау. Ауру адамның қалпын жиі өзгертіп отыруымыз керек, теріге арналған күтім майларын қолдану керек екенін білуіміз қажет. Сабағымыздың бағалау бөліміне келетін болсақ, бүгінгі сабақта өте жақсы қатысқан және үй тапсырмасын практикалық түрде көрсете білген Мадигүл сізге 90 балл, Гүлнар сізде үй тапсырмасын көрсеттіңіз, сізге де 90 балл, Жайна сіз бүгін сабақта ондай бір қатыспадыңыз, ондай бір сұрақтарға жауап бере алмадыңыз, сол себепті үйден сізге қайталауға тура келеді. Сізге бүгінгі сабаққа 70 балл, Ирада сізге бүгінгі сабаққа 80 балл, Шұғла сізге 90 балл, яғни сіз үй тапсырмасы бойынша практикалық іс-әрекетті көрсете білдіңіз. Гүлім сізге бүгінгі сабақта мүлде үндемедім, сол себепті сізге 60 балл. Бағалау бізде біткен болса, бүгінгі сабақтағы ашық сабағымыз бітті. Назарларыңызға рахмет. Түсіне сабағымыз аяқталды.